Сапына өз еркімен қосылған қазақстандық студенттің осы жеке әскери компаниямен бірге Украинада қақтығыс аймағына аттанғанын бүгін Сыртқы істер министрлігі де растады. Ресейдегі дипломаттар жағдайды бақылауға алып, жауапты органдарға сұрау салған. Мұның алдында Марғұлан Бекеновтің өзінің де мәлімдемесі тараған болатын. Онда Петропавлдық жігіт өзін ешкім күштеп әкетпегенін айтқан. Дүйім елді елең еткізіп, анасы мен жақындарын алаңдатып қойған Марғұлан Бекеновтің ғаламтор арқылы жолдаған бейнеүндеуі осы. 23 жастағы азаматтың сөзінше, бұған дейін айтылғандай оны ешкім ұрлап әкетпеген, әрі Ресейдің Вагнер жасағының құрамына өз еркімен барған. Бұқаралық ақпарат құралдарымен ғаламторда Томск мемлекеттік университетінің студенті, яғни мен ұрлап кетті деп жатыр. Бұл алаңдап, мені кез келген жолмен осы жерден алып кеткісі келген адамның таратып жатқан ақпараты болса керек. Вагнер жасағының құрамына өз еркіммен келіп, арнайы әскери операцияға үлесімді қосайын дедім. Мен өзімді жақсы сезінемін. Ұжым тамаша, өзімді таптым. Маған бұл жер ұнады. Психикалық және эмоционалды тұрғыда жағдайым қалыпты. Қайталаймын, мен ешкім ұрлаған жоқ. Студенттің қақтығыс аймағында өз еркімен кеткен бүгін еліміздің Сыртқы істер министрлігі де растады. Бізде бар мәлімет бойынша бұл азамат Вагнер жеке кәсіпкер тобымен ерікті түрде келісімге қол қойған. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі бұл азаматтың туыстары қайрылған соң Ресейдің тиісті органдарына сұрау салды. Ақпаратты тексеріп жатырмыз. Консул азаматтың туыстарымен байланысты. Марғұлан Асқарұлы бұған дейін ешқандай әскери дайындықтан өтпепті. Қорғаныс министрлігінен денсаулығына байланысты әскери борышын өтемегенін білдік. Артынша Бекеновтың оқып жатқан Томск мемлекеттік университетіне хабарластық. Сөйтсе оны оқудан шығарып жіберген екен. Ал жақындармен сөйлесу мүмкін болмады. Петропавлдағы мекен-жай бойынша барғанымызда тек көршісімен ғана әңгімелесе алдық. Мен бұл үйде бұрыннан тұрамын. Алайда Бекеновтар отбасын еш көрмедім. Ол үйде өзге отбасы тұрады. Күні кеше учаскелік полицияда келіп, осы жайлы мән-жайды сұраған еді. Ал шар құрған анасы бірнеше апта бойы ұлынан хабар ала алмай жүр. Вагнер компаниясымен хабарласқанда 12 сәуірде майданға жібердік деген хабар ғана алыпты. Марғұлан Бекенов елге қайтқан күнде де сот алдында жауап беретін болады. Егер өз еркімен барған дәлелденсе, оған 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Мерей Қалиасқар, Ұлағат Мер